Жасы 80-нен асқан қартайған бір ата бар еді. Сол кісі аяқ астынан зәр шығара алмай қатты қиналды. Балалары дереу жедел жәрдем шақыртып, ауруханаға жеткізді. Тәжірибелі дәрігер ойланбастан іске кірісті. Сәлден соң жан қинаған зәр сыртқа шығып, атаның халі бірден жеңілдеп сала берді. Балалары дәрігерді жан жағынан қаумалап, алғыстарын жаудырып мақтап жатты. Содан кейін әкелеріне назар аударып еді, ол кісі ағыл-тегіл шылап жатыр екен. Олар әкелерінің көңілін аулап, бәрі жақсы болды, бәрі артта қалды, енді неге шылап жатырсыз деп сұрасты. Сонда ата жылауын тоқтатып, былай деді: мына дәрігер бала маған бір рет көмек көрсетіп еді, оған алғыс жаудырып, құрметке бөледік. Оның қадірі мен орнын түсініп қалдық. Ал Аллах тағала болса, маған 80 жыл бойы жеңілдік жасап келгеніне ойланбаппын. Осыншама уақыт бойы өзінің жомарттығы мен кеңшілігіне сай ешқандай операцияға мұқтаж қылмай, өз қажетімді өтеуге мүмкіндік беріп келіпті. Алланың қадірін осы уақытқа дейін сезінбей келіппін деді. Расында Аллахтың үмметтеріне бойымыз үйреніп кеткені соншалықты, егер бізден біреу халымызды сұрай қалса, жаңа еш нәрсе жоқ деп жауап қатамыз. Нығметтерді үздіксіз байлана отыра, есен саулықтың жаңарып отыратынын сезінбейді екенбіз. Я Раббымыз, саған ауырмаған күндеріміздің баршасы үшін, есепсіз нығметтерің үшін шүкірлік әрі мақтау мадақ арнаймыз.